Баршаңызға қайырлы күн достар. Үй жағдайында дайындалатын, ерекше дәмді болып шығатын жент дайындайтын боламын. Шақ ингредиенттен дайын болатын керемет жентті дайындаймыз. Ол үшін бізге талқан, сгущенка және де сары май керек ертілген. Ыдысымызға бірінші талқанымызды салып, үстіне еріген сары майымызды құямыз. Оның үстіне қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осылай дайын болған жентімізді дөңгелек етіп жасайтын боламыз. Міне қолға жабыспайды, денесін ұстап тұрады. Осылайша дөңгелек сопақша етіп женттің формаларын жасайтын боламыз. Міне бізде өте керемет болып шықты, дәмі ерекше тәтті болып шығатын жентті сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Тоғжан. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.